Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді шоколадный торт дайындаймыз. Бұл тортқа ешқандай да миксердің де қажеті жоқ. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа айранды, соданы салып, жақсылап араластырамыз. Сода мен айран қосқасын осындай көпіршіктер шыққан соң үстіне жұмыртқа, сұйық май құямыз. Сосын қант салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Енді електің ішінде ұн мен какаоны араластырып аламыз. Құрғақ заттарымызды сұйық массамыздың үстіне електен өткізіп, үшке бөліп салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қоймалжың біркелкі масса пайда болуы керек. Енді бұл массамызды 24 диаметрлі формаға құямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Енді қайнатпалы крем дайындаймыз. Ол үшін газға қоятын ыдысқа қантты, ұнды, жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң үстіне сүттің жартысын құйып, жақсылап араластырамыз. Кремімізді жай отта газға қоямыз да араластырып тұрамыз. Сосын үстіне қалған сүтті құйып, тоқтамай араластырып тұрамыз. Бізде осындай масса пайда болғаннан соң оттан түсіреміз. Сосын оттан түсіріп болған соң үстіне сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Сосын бетіне пищевая пленканы жауып, толықтай суығанша күтеміз. Енді піскен бисквитімізді толықтай суытамыз. Сосын бетінде көмпиіп кеткен шапочкасын алып тастаймыз да, бисквитті бірдей етіп екі бөлікке бөлеміз. Біздің бисквит толықтай ортасы піседі, ешқандай да уайымдамаңыздар, өте керемет болып шығады. Енді тортымызды жинаймыз. Бұл тортқа әртүрлі крем бола береді. Мен өзім заварной креммен жасағым келді. Ал сіздер сметанный крем, масляный крем, әртүрлі крем қолдана берсеңіздер болады. Тортты қалауымызша сәндейміз. Бұл тортты міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер. Сіздермен болған Раушан, барлықтарыңызға ас болсын.